Қайырлы күн, жылдам оқу курсына қызығушылық білдіргеніңіз үшін рахмет. Менің атым Назерке, мен сана орталығының негізін қалаушысы болып табыламын. Ондай болса, жалпы жылдам оқу курсы сізге қажет па, қажет емес па, жылдам оқу деген не үшін баяу оқимыз, немесе осы жылдам оқу аясындағы әртүрлі мифтерге байланысты сұрақтардың барлығына осы видеода жауап беретін боламын. Ондай болса, кеттік. Жалпы, жылдам оқу туралы сіздерге айтпас бұрын, сіздерге қойғым келетін сұрақ, оқу барысындағы сіздер қандай қиыншылықпен, қандай мәселемен сіздер кездесесіздер. Жалпы, осындай курстарды өткізген кезде ең жиі кездесетін мәселелердің бірі бұл кітапты оқуға енді уақыт жетпейді деп жатамыз, иә. Одан басқа шыдамым жетпейді дейді, немесе кітапты бастаймын, аяғына дейін жете алмаймын, кітапты оқып бітіремін, бірақ өкінішке орай кітап не туралы екенін басқа адамға айта алмаймын. Кітап оқып болғаннан кейін кітап есімде қалмайды, немесе кітап оқыған кезде ұйықтап қалып жатамын дейді. Тағы да сондай секілді мәселелер өте көп. Мүмкін мен атаған мәселелердің ішінде сізде де бір ұқсас жағдай бар шығар, иә? Және оның шешімін біз іздеудеміз. Ал жалпы мен айтқан осы мәселенің барлығының ең басты шешімі бұл жылдам оқу. Иә, себебі не үшін екенін мен сіздерге қазір ғылыми тұрғыдан да және есеп тұрғысынан да барлығын түсіндіріп айтатын боламын. Ал жалпы не үшін бізде жылдам оқу кезінде ең басты миф немесе қорқыныш бұл өтірік деп ойлайды. Яғни адамның жылдам оқуы ол мүмкін емес дейді. Немесе мен көбінесе айтқан кезде, мысалы, минутына 500 сөз, 800 сөзге дейін оқимын дегенде көбісі таңғалып айтады, ол мүмкін емес деген секілді. Немесе кейбіреулер айтады, иә, ол мүмкін дейді, бірақ жылдам оқу ол кітапты тез оқып шығу деп ойлайды. Яғни кітапты алдында мінекей тез оқып шықтым, бірақтан ол мағынаға ешқандай да бір әсер етпейді деп ойлайды. Яғни кітаптың жылдамдығын көбейткенімен кітапты түк түсінбейді деп ойлайды. Ондай да түсініктер бар, бірақтан бұның барлығы жалған және өтірік. Себебі жылдам оқу керісінше кітаптың түсінігіне көбірек көмектеседі. Оны мен сіздерге қазір дәлелдеп түсіндіріп айтып беретін боламын. Одан бұрын дәл қазіргі біздің жалпы жылдамдыққа келіп тоқталайықшы. Біз қашан оқуды үйрендік? Мектепте үйрендік, иә, барлығымыз оған бірдей жауап берген шығармыз. Мектепте бізде бірінші сыныпта әріп үйретеді, әріпті бір-бірімен қосып сөзді үйретеді, иә. Және кейін біз әрбір сөзді бір-бірімен қосып сөйлем қойып, сөйтіп кейін оқуды үйрендік. Жалпы оқудың нормасына қатысты ешқандай бір заңдылық жоқ, иә. Бірақ тек қана мектеп кезінде бізді бір енді бағалау үшін белгілі бір жылдамдықтың нормасын енгізген болатын. Мысалы, бірінші сынып оқушысы енді кем дегенде минутына 30 сөзден бастап 50 сөзге дейін оқу керек екен. Ал төртінші сынып оқушысы ол енді бір 80 сөзден бастап, сонау енді 5-ке оқитын балалар 120 сөзге дейін оқу керек екен. Енді ары қарай бізді ешқандай оқу техникасына немесе жалпы оқуды үйренуге бізді қателеспесем 4-ші сыныптан кейін ешкім үйреткен жоқ, иә. Және де сол 4-ші сыныпта қалай біз бір 120 сөздің төңірегінде оқып үйреніп қалдық, сол күйі әлі күнге дейін ересек адам болғанша дейін біз сондай жылдамдықпен оқып келе жатырмыз. Енді Қазақстанда ондай норматив болмағанымен басқа мемлекеттерге кішкене жүгінетін болсақ, Америка құрама штаттарындағы норматив бойынша және көбінесе сол нормативке қатысты да жұмысқа алады екен. Онда ол жақта жоғарғы сынып оқушылары 200 сөз минутына төңірегінде сондай бір жылдамдықпен оқу керек екен. Студенттердің жылдамдығы 300 сөз минутына, ал ересек адамдар 300-ден бастап 500 сөз минутына дейін оқу керек тиісті екен. Яғни бұл Америка құрама штаттарының нормативі бойынша. Ондай болса, біз енді сіздердің де жылдамдықтарыңызды білуге біз алғашқы сабақта қалай өзіміздің жылдамдығымызды білуге болады, оған міндетті түрде тоқталатын боламыз. Дегенмен қателеспесем, енді осы уақытқа дейін қанша курс жүргізгенімен көп адамның жылдамдығы бір 200-ден аспайды, 200-ге дейін біз оқимыз. Кітапты күнде оқитын адамның өзі енді техникаларын білмегендіктен және де баяу оқитын себептерге де қазір тоқталатын боламыз. Сол үшін де бір 200 сөзден аспайды екен. Ондай болса, не үшін біз жалпы баяу оқитынымызды қазір айтамын. Одан бұрын енді сіздердің ең басты мифтерді мен дұрыс емес екенін сіздерге дәлелдейін. Енді біз
120, яғни 150 сөздің төңірегінде кітап оқимыз делік, иә? Ал біздің миымыздың ойлану жылдамдығы 400 сөз минутына екен. Яғни, егер мен сіздермен қазір сабақты осылай баяу жүргізетін болсам, сіздердің іштеріңіз пісіп кеткен болу керек, иә? Немесе не болды, мына интернетке видеоға не болып қалды деп те ойлаған шығарсыз. Дегенмен, мен сіздермен баяу сөйлеген секілді, біз баяу оқығанда миымыздың да іші солай пысады екен. Яғни, мүмкін сізде де таныс жағдай болған шығар, иә? Кітапты оқып бастаған кезде, біз 150 деген жылдамдықты алайық, оқып жатырмыз. Біздің миымыз іші пысып кетті. Мен жаңағы сіздермен баяу сөйлеген секілді, біз миымыздың да іші пысып ойлайды. Біз көзіміз оқып жатыр, ал миымыз мүлдем басқа жаққа кетеді. Ертеңгі жоспарым қандай еді? Ертеңге ананы істейін ба, мына жаққа барайын ба? Яғни біз көзіміз оқып жатыр, бірақ миымыз мүлдем басқа жақта, иә? Оқып жатырмыз, ойымыз ертеңге жоспар құрып тастады, немесе ертең кешегі күнді ойлады, ананы бүйтіп істеуім керек еді, мынаны бүйтіп істеуім керек деген секілді. Сөйтіп біз мысалы 2-3 бет оқығаннан кейін барып қана ми айтады: біз кітап оқып жатқан едік қой деп. Сіз қайтадан кітапқа назарыңыз түскен кезде, сіз қарасаңыз 2-3 бет түсінбей қалдыңыз, иә? Соны ойлайсыз, қайтадан басынан оқимын дейсіз, бір оқығаныңызды қайта оқисыз. Сізге таныс па? Яғни тура сол секілді қарап отырсаңыздар, біз керісінше баяу оқығанның себебінен кітапты дұрыс түсінбей жатамыз. Сондықтан жылдам оқу, менің ойымша, бұл қазір 21 ғасырдағы ең қажетті қабілеттердің бірі болғандықтан да осы курстың негізі осы себептен де пайда болды. Ары қарай кеттік. Яғни жылдам оқу ол біздің кітаптың түсінуіне керісінше тек қана көмектесетініне көзіміз жетті деп ойлаймын. Ал жалпы одан басқа қандай плюстары бар? Менің өзім жылдам оқуды үйренген себебім бұл уақыттың тиімділігі, яғни уақытты үнемдеу үшін. Сіз соңғы рет қашан кітап оқыдыңыз? Немесе күніне қанша уақытыңызды кітапқа бөлесіз? Біз қателеспесем, видеоның ең басында айтып өттік, оқудың маңызды екеніне біздің күмәніміз жоқ, ол айдан анық дүние. Яғни кітап оқу арқылы біз ақпарат білеміз, өзіміздің мамандығымызды, мысалы, шеберлігін арттыра аламыз, яғни сол жақтағы білімді өзімізге қолдану арқылы. Бірақ өкінішке орай, не үшін сіз кітап оқымайсыз? Мен де білем, ең басты сылтауым бұл уақыт жоқ, яғни жұмыс бар, жанұя бар, тағы да хоббилар бар, одан қатты шаршаймыз, оның қарсы сериал көреміз, фильм көреміз деген секілді, бірақ ең қажетті біздің өмірімізді өзгертуге әсер береді-ау деген кітапқа өкінішке орай уақыт таба алмай жатамыз. Мысал ретінде, күніне кем дегенде 1 сағат кітапқа арнау керек дегенге сіз қарсы шықпайтын шығарсыз, өйткені кітаптың маңыздылы екенін онсыз да атап өттік. Ондай болса, енді шыны керек, мысалы, мен күніне 1 сағат жұмсауға уақытым жоқ дейік, бірақ мен егер жылдамдығымды 2 есе артсам, онда тура сол көлем, тура сол беттер санын мен 30 минутта ғана оқып бітіре аламын делік, Мен жылдамдығымды қайталап айтайын, 2 есе ғана арттым. Негізінен жылдам оқу курсы барысында жылдамдықты 3-4 есе де көтере беруге болады. Ондай болса кеттік. Күніне біз 30 минут үнемдедік дедік, яғни біз 1 сағат емес, тек қана 30 минут жұмсағандықтан 30 минутты үнемдедік. Бір жылда 365 күнге көбейтетін болсақ, 10.950 минут үнемдейміз. Енді 10.950 минут ол түсініксіз, қанша уақытты үнемдегеніміз. Ондай болса, сағатқа бөлетін болсақ, аударатын болсақ, бұл бізде 182-де 5 сағат, немесе жуықтап алғанда 7-де 6 күн. Басында түсініксіз. Сонда 1 жыл бойы оқып, мен 7 күн аламын деп. Қарап отырсаңыздар, 7 күн бұл 24 сағат толығымен 7 күн. Яғни сіз 1 жылға тағы да 1 апта қосымша отпуск алдыңыз деп. Күшті емес па, Немесе басқа адамдар 1 жыл ғана өмір сүрсе, сіз 1 жыл плюс тағы да 1 апта өмір сүресіз. Яғни қарап отырсаңыздар, уақыттың тиімділігі ол
онсыз да айқын, және де мен дәл осы себеп үшін жылдам оқуды үйренген болатын. Енді жылдам оқудың қарап отырсаңыздар плюстары өте көп, иә. Біз оны кітапты түсінеміз, ол негізінен мимен жұмысқа да қатты әсер етеді, себебі тез оқыған сайын біз тез шешім қабылдауға және миымыздың тез жұмыс істеуіне қатты әсер ететін боламыз. Жылдам оқудың артықшылықтарын білдік, иә. Онда біз не үшін баяу оқимыз және баяу оқудың себептеріне тоқталып өтсек. Ең біріншіден, мен атап өткендей, бұл біз техникаларын білмейміз, иә. Яғни мектеп кезінде бізді қалай үйретті, солай қалып қалғандықтан біз сол бір 4-ші сыныптың дәрежесінде оқып жүрміз. Яғни ең біріншіден біз дұрыс техникаларды білмейміз. Екіншіден, шыны керек, бізге не үшін оқу керек, немесе кітапты қалай таңдау керек, иә. Яғни енді ниет деп айтайын, біз кітап оқу барысындағы оның технологиян, кітап дұрысты таңдау, немесе кітапты не үшін оқу, кітапты қалай дайындалып оқу керек деген секілді де бізде өкінішке орай әдіс тәсілдерін білмейміз, сондықтан ниеттерімізді дұрыстап алған жөн. Одан басқа тағы да бір үлкен қателіктердің бірі бұл артикуляция, немесе субвокализация деп те айтады. Бұл қарап отырсаңыздар, бізді мектеп кезінде дауыстап оқытады. Не үшін дауыстап оқытады деп сұрақ қойған кезде, енді баланың кітап оқып жатқанын басқаша қалай тексереміз, иә? Ол былай оқыған секілді тек қана көрсетіп, және негізінде оқымауы мүмкін. Сондықтан бала шын мәнісінде оқыды ма, оқымады ма, соны білу үшін оны дауыстатып оқытатынбыз. Бірақ өкінішке орай біз қаншалықты аузымызбен тез сөйлесек те, ешқашан миымыздың ойланатындай жылдамдығына келе алмаймыз. Сондықтан керісінше дауыстап оқығаннан кейін, немесе оқығанда былай гүбірлеп оқыған, ол біздің жылдамдығымызды қатты тежейді. Сондықтан артикуляция бұл да бір баяу оқитын біздің себептеріміздің бірі десек болады. Төртіншісі бұл регрессия деп айтса да болады. Регрессия деген жаңа сіздерде мысал ретінде айтқанда да кітапты басынан қайта-қайта келу, иә. Сізде мүмкін болғанша бір абзацы басынан басып қайта-қайта оқи беретіндеріңіз. Яғни бұл да керісінше дұрыс емес, себебі регрессия бұл керісінше көздің кейбір ауруларына да алып келеді. Бұны біз алғашқы сабақтарда айтып өтетін боламыз. Көз демекші, тағы да ең соңғы 5-ші себептің бірі бұл көздің көру аясы өте тар бізде. Яғни бізді мектеп кезінде бір әріпті, ол әріпті бірге қосып сөз деңгейінде оқуға үйретсе, ары қарай біз бірнеше сөзді бірдей алып жүретіндей көз аямыз кең емес, яғни тар болғаның себебінен де біз баяу оқимыз. Яғни жылдам оқу курсы ондай болса сізге не береді? Жылдам оқу курсы ең басынан біз барлық осы баяу оқитын әрбір мәселемен жұмыс жасайтын боламыз. Әр қайсына жеке тоқталамыз да, бұның керісінше әр қайсын плюске айналдырамыз. Яғни жылдам оқу курсы ол сізге техникалар үйретеді. Біріншіден, кітапты қалай дұрыс таңдау керек, кітап оқу барысында оны қалай конспектлеу керек, соған да тоқталамыз. Артикуляциядан арыламыз, және де регрессия болмайтындай қалай істеу керек, соған қатысты жаттығулар жасаймыз. Және ең соңғысы көздің аясын кеңейтетін де жаттығулар жасайтын боламыз. Сонымен қатар, жалпы жылдам оқу, бұл қайталап айтып өтсем, тек қана кітапты тез оқу, уақыт үнемдеу ғана емес, сонымен қатар біздің миымызбен көп жұмыс жасайтын боламыз. Себебі кітапты оқитын ол негізінен біздің көзіміз емес, негізінен миымыз болады. Оны жаңа баяу оқыған эксперимент барысында да сіздерге дәлелдеп көрсеттім деп ойлаймын. Сондықтан мимен жұмыс жасау арқылы біз көптеген кез келген мысалы мәселелер болса, соның тез шешімін табатын боламыз. Сіздерді жалпы жылдам оқудың қажет екенін өзім білгендіктен, өзім соған сенгендіктен сіздерге де осы курсты ұсынып отырмын. Егер сіздерге қызықты болса, алдыңғы сабақтарда көріскенше мен сіздерді күтемін.